Сәлем достар, сіздермен бірге мен балалар жасөспірімдер орталық жастарының жайдарман клубының жетекшісі Сейтқожин Жантойшыбекұлы. Бүгінгі сабақта қарастыратынымыз финалда 2019 жылы үздік шыққан әзілдер. Орынсыз жерде все деген сөзді қолданатын аға. Қарыздар бар ма еді о кісіде? Жоқ. Сөз. Құрметті достар, Грант жайдарман тобы осы кезге дейін әділ қазылардың беретін жоғарғы ұпайынан гөрі халықтың беретін ұпайын артық көріп, яғни халықтың қошемет үшін ойнап жүрді. Бүгіннен бастап бізде өзгереміз деп шештік. Еркебұлан аға, құлағыңызды жаба тұрасыз ба? Қазақты жамандама, қазақ бала. Халық қой, қазақ деген азақ қана. Мәңгілік ай астында жер үстінде. Қазақтың жаңашыры қазақ қана. Қазақпын бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын. Тас ғасырындағы программист. Рахат, жұмыс жоқ. Ренжітім сендерге. Болды, ойнамаймын. Ана қошқармен қақ кеткен қалай болады екен? Сен бич қызыңа еге қош бар, қараш Жалпы Қазақстанның әр аймағының өзіне тән кемшіліктері бар. Сонымен сол кемшілікті түзейтін орталықта. Так, батыс саған қандай көмек керек? Маған ғой, менен білесің ғой, біздер батыстықлер тік мінезбіз ғой. Сол шама проще қылу керек, әйтпесе әркіммен ұрысып кете береміз бе өрдеңе ғой. Сон қалай келтіре болады? Болды, сен мәселені шешеміз кішкене. Болды, мынау түзетші. Күтеді дедің ғой, сабыр сақта кішкене. Оңтүстік. Саған қандай көмек керек? Брат, біз ұзақ сөйлейміз да. Азанмен тұрып сөйлеп, кешке дейін сөйлейміз да. Сол біздің сөзімізді аздап қысқартасың ба, брат? Бәрекелді, қазір шешеміз шаруаңызды күтетіңіз кішкене. Солтүстік Қазақстан. Саған қандай көмек керек? Маған шамалы қазақша сөз керек еді. Сен мәселе ондай қаттық емес, күтедік шешеміз. Сөз керек па, брат? Бар ғой, брат. Толып тұр ғой, брат. Алсы бізден, брат. Дарбызға остырасың ба, брат? Так, оңтүстік. Өзіміз шешемізді тұр орныңа. Болды, брат. Елорда, Нұрсұлтан. Саған қандай көмек керек? Маған ештеңе керек емес қой, брат. Зың ғой менде, брат. Жігіттер, қалай ойлайсыңдар? Есен аға бір шапалаққа шыдай ма? Білмеймін, әрине шыдайды ғой. Ондеш Есен аға сізге бір шапалақ. Let's get it on. You don't give a what, you don't give a what. Get it on the floor, get it on the floor. Get it on the floor, get it on the floor. Есен аға шапалақ беріп жүрген шатыр жайдарман тобы. Shake it down. You don't give a what, you don't give a what. Get it on the floor, get it on the floor. Get it on the floor, get it on the floor. Наша! Shake it down. Жайдарман, қазір елімізде жастар жылы деп жатыр. Жастар жайында әзіл айту керек. Мынандай әзілдерің болмайды. Қойсай. Қоя алмай тұрмын мен, бауырым. Қоя алмаймын мен қоя алмаймын. Мен ат алам дедім ғой, қой емес бауырым. Ат жоқ па не? Ат бар ғой. Бірақ Есқара дейтін ат өзіңе жарасады, оны ауыстырып не істейсің Есқара? Бәрі ауыстырып жатыр ғой қазір атты. Ауыстырамайсың ба? Жоқ, ауыстырамай. Бір ламышкіні ауыстырамасаң несіне еркек болып жүрсің, кетші бұлай. Абай, аста. Біз оны жоғалтып жатырмыз. Дефибриллятор қос. Разряд. Науқастың беті бері қарады. Рахмет дәрігер. Ай, бәрекелді, жастар жылы құтты болсын кәнекей. Сыған сиренада сіздердің құрметтеріңізге. Не ағып жердің? Қойш. Қоя алмайым деп тұрмын мен, бауырым. Мен ат алам дедім ғой саған. Есқара, не ағып жердің доғар болды. Жаңа жастар жылы деп әжептеуір бастап келе жатық. Жастар жылы не болды? Сол бүкіл Қазақстан болып біле алмай жатырық қой, жастар жылы не өп өткен. Рахмет.
Кейде пол жуатын апайлар ағылшынша сөйлеп кетеді. Чу сенде қай пар бар? Воу, shit man. Немене дейсіз? Шетімен дейсіз бе? Yeah, shit in a dude's mother. Немене? Кешіріңіз артық кетті қалды мен режимен. Әй балам, бүйту керек передачаны жүретін бала қайда? Еркебұлан мырза ма? Міне, шетте отыр, міне, шетте отыр. Міне, шеттен, бетін жауып отыр. Сен менің баламды неге боқтайсың? Әкесі де боқтамаған. Оны туған шешесі мен де боқтамаған. Енді боқтайтын болсын, мен болсын. Түсіндің бе? Енді боқтасаң, мынаны көресің. Баламды боқтама. Апа, сабыр сақтаңыз, болды. Сабыр. Жігіттер, жалпы түсінбедім. Мына кісі, сіз кімсіз? Сіз қалмаймыз ғой, жалпы кімнің мамасы? Кешіресіздер, Ереке. Мама не істеп жүрсін жақта? Құрметті достар, әрқашанда үздік әзілдер, жақсы әзілдер, сапалы әзілдер жазуға тырысайық. Олай болса, келесі бөлімде кездескенше. Қош аман сау болыңыздар.